көжегім. Бір үзімнан ертегісі. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бірін-бірі көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өз күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер», дейді. «Жоқ, алтынын өзіне нан бере алмаймын», деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін, маған бір үзім нан берші». «Жоқ, бере алмаймын», деп бұл жолда кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай, бай бір үзім нанға барлық алтын айырбастайтын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай басы айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын, күміс, тас екен, арпа, бидай, ас екен дейтіні осыған орай айтылған екен. Көжегім. Жануарлар олимпиадасы. Париж қаласында өткен жануарлар олимпиадасына көптеген жануарлар жиналды. Оның ішінде аю, құмырсқа және қоян да болды. Әрбір жануар өздерінің ерекше қасиеттерін көрсетуге дайындалған еді. Аюлар ауыр атлетика сайысына қатысуға шешім қабылдады. Аюлар күшті әрі үлкен болғандықтан бұл сайыс олардың сүйікті жарысы болатын. Әр түрлі аюлар, оның ішінде солтүстік полюстің ақ аюларды, үлкен ауырлықтарды көтеріп, өз күштерін көрсетті. Ерекше бір ақ аю Арктурк деп аталатын. Ең ауыр жүкті көтеріп, алтын медальға ие болды. Көрермендер оның күшіне таң қалды. Қояндар тез жүгіру қабілеттерімен танымал болғандықтан, олар жүгіру жарысында бақ сынады. Қояндар үшін бұл сайыс өте қиын болды. Себебі басқа жануарлар да өте жылдам болатын. Дегенмен, тазша қоян есімді қоян ерекше шапшаңдығымен көзге түсіп, жарыста күміс медаль алды. Құмырсқалар өздерінің ұйымшылдығымен және еңбекқорлығымен белгілі. Олар командалық жарыста өнер көрсетті. Бұл сайыста олар бірге жұмыс істеп, өте күрделі лабиринттен өтулері қажет болды. Құмырсқалар тобы тез және тиімді жұмыс істеп, лабиринттен ең қысқа уақытта өтті. Осы жарыста олар жеңімпаз атанды және алтын медальмен марапатталды. Бұл құмырсқалардың ұйымшылдық пен командалық жұмыс арқылы үлкен жетістіктерге жете алатындығын көрсетті. Жануарлар олимпиадасы әр жануардың ерекше қабілеттерін көрсеткен үлкен оқиға болды. Бұл олимпиададан кейін аю, құмырсқа және қоян, сондай-ақ басқа да жануарлар өздерінің күш-жігерімен, достық рухымен мақтанып, туған жерлеріне оралды. Олар бір-бірін жақсы көріп, спорт пен достықтың маңыздығын түсінді. Осылайша Парижде өткен бұл керемет оқиға жануарлардың достығы мен бірлігіне тағы бір жарқын естелік болып қалды. Көжегім. Түлкі мен ешкі. Бір күні түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда терең апанға түсіп кетіпті. Ары секіріп, бері секіріп, апаннан шыға алмапты.
Бір уақытта ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болыпты. Түлкіні көріп: «Түлкі батыр, онда не қылып тұрсың?» «О, теке, жаным жай тауып, рахаттанып тұрмын. Қырдан шөлдеп, әрі ыстықтап келіп едім. Апаның іші салқын, әрі түбінде тұп-тұнық су бар екен», депті. Мұны естіп ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп апанға секіріп түсіп кетіпті. Сонда қу түлкі секіріп, ешкінің үстіне мініп, мүйізіне табанын тіреп, далаға секіріп шығып кетіпті. Осылай түлкі жөніне кете беріпті. Балалар, бұл ертегі бізге бір маңызды нәрсені үйретеді. Кез келген сөзге сене беруге болмайды. Алдымен ойланып, ақылмен әрекет ету керек. Біреудің айтқанына алданып, асығыс шешім қабылдасан, опық жеп қалуы мүмкін. Ең бастысы, әрқашан сақ болыңдар және сенімді адамдарға ғана сеніңдер. Көжегім. Бір себет жидек. Баяғыда бір таулы өлкеде Дара мен Анар есімді апалы-сіңлі қыздар өмір сүріпті. Дара үлкені, сабырлы, ойланып сөйлейтін, еңбекқор әрі жауапкершілігі мол қыз екен. Ал Анар кішісі, көңілді, қиялшыл, сәл нәрсеге ренжіп қалатын, бірақ жүрегі таза, ақ көңіл қыз болыпты. Бір күні күн шуақты болып, анасы екеуіне: «Қыздарым, орман жақта жидек пісіп қалыпты. 2 себет алып, барып жидек теріп келіңдер. Қайтып келген соң тәтті тосап қайнатып берем». Қыздар шаттанып жолға шығады. Орманға жеткен соң Дара бір бұтаның қасына жайғасып, әрбір жидекті мұқият теріп, себетін толтыра бастайды. Ал Анар болса, айналасындағы көбелектерге қызығып, бірде гүл иіскеп, бірде құстардың артынан жүгіріп, ойынмен болады. Ол тіпті себетіне бір жидек те салмағанын байқамай қалады. Күн еңкейіп, қайтатын уақытта келеді. Дараның себеті толы, ал Анардың себеті бос. Қайтар жолда Анар көзіне жас алып: «Дара, менің себетім бос қалды. Анашым ренжитін болды», деп күңіренеді. Сонда Дара мейіріммен: «Анар, әр істің өз уақыты болады. Сен бүгін табиғаттың сұлулығын көріп қуандым дейсің. Енді еңбек етуге де үйренеміз. Мен сенің әпкенмін ғой. Бірге болған соң бәрі бөлінуге тиіс», деп себетіндегі жидектің жартысын сіңілісіне салып береді. Анар ұялып: «Келесі жолы мен де саған көмектесем, уәде берем», дейді. Ертеңіне екеуі тағы орманға барады. Бұл жолы Анар өте ынталы, әпкесімен қатар жүріп, тіпті кейде одан да көп теріп қуанады. Екеуінің себеті де толып, бақытпен үйлеріне оралады. Аналары қуанып: «Қыздарым, сендер мені тек тәтті жидекпен емес, татулықтарыңмен де қуанттыңдар. Бірлік бар жерде береке бар. Бауырдың қадірін білсеңдер, алда тек жақсылық күтіп тұрады», деп өз қуанышы мен тілегін білдіреді. 3 мысық. Баяғыда бір үйде 3 мысық өмір сүріпті. Бірі қара, екіншісі сұр, үшіншісі ақ. Бір күні 3 мысық тығылыспақ ойнап жүріп, бір бұрышта тығылып жатқан кішкентай тышқанды байқап қалады. «Тышқан!» деп бәрі бірден соңына түседі. Тышқан қорыққаннан ұн салынған үлкен ыдысқа секіріп кетеді. Мысықтар тышқанның артынан жүгіреді. Бірақ тышқан сытылып қашып үлгереді. Ал ыдыстан 3 әппақ мысық шығады. «Бұл біз бе?»
деп таң қалды үшеуі. Он олардың түстерін түгел жауып тастапты. Сәлден соң ақ мысықтар аулада секіріп жүрген бақаны көреді. Бақаны ұстайық деп тағы да соңына түседі. Бақа лып етіп ескі самауырдың темір түтігіне кіріп кетеді. Мысықтар бақаның артынан ілеседі. Бірақ бақа қайта секіріп кетіп ғайып болады. Ал түтіктен 3 қап-қара мысық шығады. Біз қайтадан басқа түске айналдық па? Деп таңғалды мысықтар. Олар енді тоған жаққа барады. Сол кезде су бетінде жүзіп жүрген балықты көреді. Балық ұстайық деп суға секіріп түседі. Бірақ балық шошып кетіп, судың түбіне сүңгіп жоқ болады. Ал судан су болып 3 мысық шығады. Мысықтар үйге бара жатып, күннің астында кеуіп, үшеуі қайтадан өз түстеріне оралады. Біреуі қара, екіншісі сұр, үшіншісі ақ мысық. Тазалық патшасы. Бір күні кішкентай ермек ұйқыдан тұрды да, төсегін жинамай, бетін жумай, шашы қобырап, киімін қалай болса солай киіп алды. Сол күйі ас бөлмеге тамақ ішуге жүгіріп кетті. Көрпесі ермекке қарап айтты: «Сен бізді ластай бересің, үстімізді шаң қаптаған». Сүлгілер де шулады: «Біз сенің кір қолынан шаршадық». Ал кішкентай жейде мен шалбар да ренжіп: «Бізді жумайсың, үстімізге дақ түсірдің, біз басқа үйге кетеміз». Сөйтіп, көрпе, жастық, сүлгі, жейде, шалбар бәрі де тырс-тырс етіп бөлмеден шығып кетті. Ермек аң-таң болып арттарынан жүгіріп шықты. Бірақ ешқайсысы тоқтамады. Дәл сол кезде бөлмеге жарқыраған бір мырза кіріп келді. Қолында сабын, шелегінде мөлдір су. «Сәлем, ермек», деді ол күлімсіреп. «Мен тазалық патшасымын. Сен жуынбай, киімдеріңді жуғызбай, үсті басыңды кірлетіп қойғандықтан достарың қашып кетті». Тазалық патшасы шелегін сылдырлатып, сабынды көпіршітті. «Қане, қолыңды, бетіңді, мойныңды, құлағыңды жу, киімдеріңді де реттеп, таза күйде ки». Ермек ұялды, бірақ келісіп, сабынды алып, бетін, мойнын, құлағын жуып, киімдерін тазалап, үстіне ұқыптап киді. Айнаға қарағанда өзі тап-таза, жарасымды бала болып шыға келді. Сол сәтте көрпе, жастық, сүлгілер, жейде, шалбар қайта оралып, шаттан айқайлады: «Міне, біздің сүйікті таза досымыз». Содан бастап ермек әр таң сайын тұра сала жуынады, киімдерін таза ұстайды, төсек орнын жинайды. Ал тазалық патшасы әрдайым жанында жүріп, «Тазалық нағыз батырдың қаруы» деп еске салып тұрады. Қызғаншақ қоян. Бір күні көңілді қоян әнін салып, жайбарақат үйіне қарай келе жатыпты. Кенеттен қоян жолдың жағасынан сәбіз тауып алады. Қоян қуанып кетіп: «Ой, қандай сәтті күн! Мен осы сәбізді көптен бері аңсап жүредім. Алдымнан тап ете шыға келді ғой», деп қоян бақытты болып, сәбізін құшақтап, үйіне қарай жол тартады. Қоян үйінің маңайына жақындаған кезде, жолдың жанындағы көлден тағы бір қоянды көреді. Ол қоянның қолында да сәбізі бар екен. Мына қоянда да менікі сияқты сәбізі бар екен. Оның сәбізі менікінен де үлкен көрінеді.
және оның сәбізі тәттірек сияқты. Қандай бақытсыз қоян едім мен. Қоянның іші қызғаныштан өртене бастайды. Жаңағы көлдегі қоянға: «Әй, қоян, сәбіздерімізді ауыстырайықшы. Сен менің сәбізімді ал мен сенің сәбізіңді аламын». Бірақ екінші қоян үндемеді. Өзі тәкаппар қоян екен. Қоян ашуланып, ызаланып, суға сәбізімен бірге шөлп етіп секіріп кетеді. Қоянның қолындағы сәбізі су астына батып кетеді. Қоян судан жүзіп жағаға шығады да, үсті басы су болып, сәбізінен айырылып жылай бастайды. Неткен ақымақ болдым, ол менің судағы бейнем екен ғой. Бекерге сәбізімді жоғалтып алдым. Енді бұдан былай өз затыма қанағат етемін. Қолдағы барыма риза боламын. Қоян жылап-жылап бұл оқиғаның өзіне сабақ болғанын түсініп, үйіне қарай қайтадан көңілденіп, әнін салып қайтады. Балалар, қолда бар әр заттарына қанағат етіп, риза болыңдар. 3 торай ертегісі. Бұрынғы өткен заманда 3 торай өмір сүріпті. Олардың бойлары да, түрлері де, тіпті құйрықтарына дейін бірдей болыпты. Аттарының өзі де өте ұқсас: Ниф-ниф, Нуф-нуф, Наф-наф. Жаз бойы жасыл шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықта рахаттанып жүріпті. Жаз өтіп, күз келеді. Күннің көзі бұрынғыдай қыздырмайды, ал сары орманның үстіне сұр бұлттар жиі үйріле бастайды. «Қыстың жайын ойлану керек», деді Наф-наф бауырларына. «Мен суықтан қалтырап тұрмын. Біз ауырып қалуымыз мүмкін. Бірлесіп үй салып, бірге қыстайық». Бірақ ағалары жұмысты бастағылары келмеді. Жер қазып, тас тасығанша, одан да күздің соңғы жылы күндерінде аулап қунап, асыр салып қалғанды жөн көрді. «Үлгіреміз, қысқа дейін әлі уақыт бар, ойнай тұрайық одан да», деп Ниф-ниф секіре жөнелді. «Керек кезінде мен өзіме үй салып алам», деді де Нуф-нуф жерге жата кетті. «Мен де», деп қостады Ниф-ниф. «Өздерің біліңдер, мен сендерді күтпей-ақ өзіме үй сала беремін», деді Наф-наф. Күн суыта бастады. Ниф-ниф пен Нуф-нуф асығатын емес. Торайлар жұмыс жайлы ойлағылары да келмеді. Олар таңнан кешке дейін ештеңе істемей, секіріп, аунап жүре берді. Күнді ертең деп уақыт өткізді. Жол жиегіндегі шалшықтың бетіне мұз қата бастағанда ғана олар жұмысқа кірісті. Ниф-ниф ешкіммен ақылдаспастан бір кеште сабаннан өзіне үй тұрғызып алды. Үйі өзіне сондай ұнады. Ол қуанып әндете жөнелді. «Жарты әлемді шарласан да мұндай үйді таппасын». Ол жақын манда бұтақтар мен жіңішке шыбықтардан үй тұрғызып жатқанда Нуф-нуфке келді. Нуф-нуфтың да үйі тез дайын болды. Қуанған ол да әндете бастады. «Менің үйім жап-жақсы, қорқынышты емес найзағай мен тамшы». «Міне, сенің де үйің дайын болды. Енді екеуміздің қолымыз бос. Жүр, Наф-нафқа барайық. Оны көптен көрген жоқпыз», деді Ниф-ниф Нуф-нуфке. Ал Наф-наф болса тастарды тасыды, балшық езді, сөйтіп жаңбыр мен желден қорғанатын жылы да мықты үй салып алды. Үйдің есігін еменнен жасап, оған берік тек салды, қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-ниф пен Нуф-нуф
ағасын көріп айғайлай күлді. Сен не істеп жатырсың? Үй емес, бекініс сияқты ғой. Торайдың үйі өзіне бекініс болуы керек, деді Наф-Наф сабырмен. Сен күнмен шайқаспақшысың, деп келемеш деді олар. Ал Наф-Наф жұмысын жалғастыра берді. Әндетіп те алды. Мен бәрінен ақылдымын, үйді тастан қаладым. Ешбір аң менің үйге кіре алмайды. Бұл қандай аңды айтып тұр, деп Ниф-Ниф Нуф-Нуфтан сұрады. Мен қасқырды айтып тұрмын, деді Наф-Наф. Бұл қасқырдан қорқады екен, ал біз ешкімнен қорықпаймыз, деп күліп кете барды. Олардың шуынан ағаш түбінде ұйықтап жатқан аш қасқыр оянып кетті. Бұл не шу? Деп қасқыр торайлар жүрген жаққа қарай жорта жөнелді. Қайдағы қасқыр? Біз оны тұмсығынан ұстап аламыз, деп батырсынды торайлар. Олар қасқырды тек суреттен ғана көрген еді. Бірақ ағаштың тасасында тұрған тірі қасқырды көргенде қорқып кетті. Қасқыр енді ұмтыла бергенде торайлар шыңғырып қаша жөнелді. Әр қайсысы өз үйіне қарай жүгірді. Ниф-Ниф үйіне жетіп, есігін жауып алды. Есігіңді аш, әйтпесе сындырамын, деді қасқыр. Жоқ, деді Ниф-Ниф, ашпаймын. Қасқыр деп 3 рет қатты үрлегенде сабан үй қирап қалды. Ниф-Ниф жан ұшыра қаша жөнелді. Тез арада Нуф-Нуфтың үйінің алдына жетіп, екеуі есікті жауып үлгерді. Қасқырдың айғайы естілді. Мен сендерді жеймін. Сосын ол, мен шаршадым, үйге кеттім, деп торайларды алдамақ болды. Естідің бе, ол үйіне кетіпті, деп торайлар қайтадан асыр салып ойнай бастады. Алайда қасқыр қойдың терісін жамылып, есікті қақты. Мен кішкентай тоқтымын, табыннан адасып қалдым. Мені үйге кіргізіңдерші, деп жалынды. Қойды кіргізсе кіргізейік, деп есікті аша бергенде, тісі ақсиған қасқырды көріп, есікті күштеп жауып алды. Ашуланған қасқыр бар күшін салып, 5 рет үрлегенде бұл үйдің да быт-шыты шықты. Торайлар жан ұшыра Наф-Нафтың үйіне қарай қаша жөнелді. Ағасы есік ашып оларды кіргізді. Екеуі ештеңе айтуға шамасы келместен төсектің астына тығылды. Наф-Наф бәрін айтқызбай-ақ түсінді. Есікті бекітіп, әндетіп, орындыққа жайғасты. Сол сәтте есік қағылды. Бұл кім? Деп сұрады Наф-Наф. Көп сөйлемей, аш есікті, деді қасқыр ызамен. Ашпаймыз, деді Наф-Наф нық дауыспен. Солай ма? Онда үшеуіңді де жеймін. Жеп көр, деді Наф-Наф. Қасқыр аузын ауаға толтырып, бар күшімен үрледі. Бірақ үй орнынан да қозғалмады. Ашуға бұлыққан қасқыр есікті жұлқылай бастады. Алайда есік ашылмады. Ызаға бұлыққан қасқыр тасты тістерімен қыршыды, қабырғаны тырнады. Бірақ түк шықпады. Тек тісін ауыртып, тырнағын майыстырды. Сол басын көтеріп жоғары қараса, пештің мұржасын көріп қалды. Мұржа арқылы үйге кіретін болдым, деп қуанды қасқыр. Ол ақырын мұржаның бойымен ішке түсе бастады. Ал ақылды Наф-Наф болса, пештегі қайнап тұрған қазанның қақпағын аша қойды. Қош келдің, деді Наф-Наф күйе жағылған пешке қарап. Қасқыр мұржамен сырғып келіп, қайнап тұрған суға күмп етіп түсіп кетті. Оның жүні үрпиіп, көзі бақырайып, бақырған күйі
келген ізімен орманға қарай қаша жөнелді. Үш торай оның артынан мәз болып қарап тұрды. Содан бері үш ағайынды Наф-Наф, Ниф-Ниф және Нуф-Нуф бір шатырдың астында тату-тәтті өмір сүріпті. Қоян мен тасбақа. Ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызылда, құйрық жүні ұзында бір қоян болыпты. Бір күні келе жатып тасбақаны көріпті. Тасбақаға: О, достым, қайда бара жатсың? Десе: Бүгін күн қандай тамаша, серуендеуге шықтым. Өзіммен кездесу бір ғанибет, кездесуімізді атап өтпедік пе? Депті тасбақа. Сөйтіп дереу нан жабатын таба тауып, ұннан қамыр жасап, нан пісірмекші болыпты. Екеуі пісіріп жатқанда қоянның ойына бір жаман ой келіпті. Бұл нанды қалай өзім жесем екен? Деп әр ойланып, бер ойланып, тасбақаға былай депті: Тасбақа досым, былай істейміз бе? Мына табаны төбеден төменге қарай зырғытып жіберейік. Кім бірінші жетсе, сол жесін нанды. Депті. Тасбақа оған келіскісі келмепті. Себебі қоянға еріп жете алмайтынын біліпті. Бірақ қоян дегеннен қайтпай тұрып алыпты. Осылайша тасбақа көнуге мәжбүр болған. Сол кезде оның ойына бір айла келіп, қоян басқа жаққа қарап тұрғанда табанын ішінен нан жабыспасын деп сулап қойыпты. Қоян табаны төбеден зырғытып, өзі төменге қарай зулай жөнелгенде, нанның табадан түсіп, ағашқа барып жабысып қалғаны көрмей қалыпты. Ал тасбақа болса, асықпай төменге түсіп, ағашқа жабысқан нанды алып жей бастапты. Әрең дегенде табаға жеткен қоян ішін ашып қараса, наны жоқ. Не істерін білмей, төбеге қарай жүгіре жөнеліпті. Жүгіріп келе жатып, ұзақтан тасбақаның нанды жеп отырғанын көріпті. Амал қанша, келісім бойынша нанды бірінші алған жеуі тиіс. Қарны ашқан ол жалбарына бастапты. Айналайын тасбақа, бір үзім наныңнан берші. Десе: Бір үзім, екі үзім дегенді білмеймін. Өзі шикі піссе де дәмді екен. де барлығын жеп таусып қойыпты. Қарнын сипап тұрып: Ал қоян досым, бүгінгі тамақ өте дәмді болды. Үлкен рахмет. деп үйіне қарай жол тартыпты. Ал қоянның сілекей шұбырып, қарны ашып, ағаштың бетінде қалған нан ұсақтарын кеміре бастайды. Міне, сол күннен бастап ағаш қабықтарын кеміруді қояндар ұнататын болыпты.